Бүгін қазақтың көрнекті ғалымы Қайым Мұхамедхановтың туғанына 110 жыл толуына орай бірқатар мәдени шаралар ұйымдастырылды. Оның алды ғалымның ескерткішіне гүл шоқтарын қойып құрмет көрсетіп, еске алумен басталды. Шараға облысымыздың зиялы қауым өкілдері, абайтанушы ғалымдары қатысты. Бүгін жыл басында біздің Абай музейінде үлкен бір ерекше мәдени шарамен басталып отыр. Ол Абай тану саласына, Абайдың айналасына, оның ақындық мектебіне, жалпы Абай музейіне деген кезде біз қайсар ғалым, көрнекті ғалым, Абай танудың негізін қалаушы Қайым Мұхамедхановтан атап өтуіміз мүмкін емес. Себебі Қайым Мұхамедхановтың еңбегі осы Абай тану мәселесіне, Абай музейіне сіңірген еңбегі өте зор. Сондықтан бүгін Қайым Мұхамедхановтың туғанына 110 жыл мерейтойлы жыл толып отыр. Осыған байланысты Абай музей шаңырағында бірқатар шаралар өткізілуде. Ол әдеби кеш. 1940 жылы Абай музейі құрылатын болса, Мұхтар Әуезовтің, Қаныш Сәтбаевтың бастамасымен Мұхтар Әуезовтің тікелей сенімді шәкірті ретінде Қайым Мұхамедхановқа үлкен іргелі жұмыстар тапсырылып, осы Абайдың музейінің жасақталуына, Абайдың қолының табы қалған жәдігерлерінің сақталуына, архивтік материалдарының ғылыми айналымға енуіне, жалпы Абай музейінің дамуына Қайым Мұхамедхановтың еңбегі өте зор. Сондықтан Абай музейінде осы Қайым Мұхамедхановтың еңбек жолын, Абай тану мәселесіне сіңірген мол еңбегін насихаттау үшін әдеби кеш ұйымдастырылып отыр. Сондай-ақ ғалымның ұрпақтарының бүгінгі таңда қолында бар, және музейдің архивтік құжаттарында сақталған, музей қорында бар дүниелерге байланысты алдында ақын Абай Темірқазық атты кең көлемді көрменің ашылуында тұрмыз. Бұл көрме алдағы уақытта да Абай тануға байланысты, музейге ісіне байланысты көптеген қызығушылық танытқан жастарға, көзқарақты көрермендерге алдағы уақытта бір ай бойы жұмысын жалғастыратын болады. Бұнда осы музейдің тарихы да осы Қайым Мұхамедхановтың еңбек жолымен тікелей байланысты деп айтуымызға толық негіз бар. Сондықтан осы Қайым Мұхамедхановтың еңбегін біз Абай музейімен бірге ұштастыра отырып, кейінгі ұрпаққа насихаттауды жалғастыра бермекпіз. Қайым Мұхамедханов Мұхтар Әуезовтің шәкірті, Абай энциклопедиясының шығарылуына атсалысқан. Сондай-ақ 1940 жылы Қазақстанда Семей қаласында тұңғыш мемлекеттік әдеби мемориалды Абай мұражайын ұйымдастыруға өлшеусіз еңбек сіңірген. Бір-екі сөз көңілді толықтап, ұлтымыз алғаш тәуелсіздік алып жатқанда оның ұранын кім жазалады, яғни ұлтым деген ұлы ғана жазалады. Сондай әнұран жүрегінен шыққан адам. Одан кейін Әуезовті сатпағаны, ол әдебиетті сатпағаны деп қабылдауымыз керек. Және Қайым атамыздың тағы бір осы отырған жастарға үлгі болатын бір ұстанымын айта кеткім келеді. Бұл кісі осы ғұмырын бір ғана тақырыпқа арнаған және содан нәтиже шығарған. Бүгінде дәл осы музейде Абай шығармашылығының оқырмандары, ғалымның ұрпақтары, Абай мен Абай танушы Қайым Мұхамедхановты музей шаңырағында еске алуда. Жидебай бөрілі мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби мемориалдық музей қорығында Абай танудың асқан білгірі атты мәдени танымдық шара ұйымдастырып, Қайым Мұхамедхановтың өмірі мен ғылыми мұрасына арналған «Алдымда ақын Абай Темірқазық» атты көрме көпшілік назарына ұсынылды. Аида Бердібек, Әділ Сыздықов, Әлшер Абилов, ТВ6 телеарнасы.